Құрметті тыңдаушылар, назарларыңызға шылаулардың грамматикалық сипаты деген тақырыпты ұсынамыз. Бұл тақырыпта шылаудың жалпы грамматикалық ерекшеліктері, сөз табы ретіндегі басты белгілері, шылаулардың түрлері, жалғаулық, септеулік, демеулік шылаулардың қызметі мен мағыналық түрлерін және бір-бірінен айырмашылығын қарастыратын боламыз. Шылаулар деп нені айтамыз? Шылау деп толық лексикалық мағынасы жоқ, сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын, немесе белгілі сөздердің жетегінде қолданылып, оған түрлі грамматикалық мағына үстейтін көмекші сөздерді айтамыз. Шылаулардың басты ерекшеліктері мынадай. Біріншіден, шылау сөздердің толық лексикалық мағынасы болмайды. Контекстте толық мағыналы сөздердің жетегінде қолданылып, оған қосымша әртүрлі грамматикалық мағына реңк үстейді. Шылаулар сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді сабақтастыра немесе салаластыра байланыстырады. Сөйлем ішінде синтаксис қызметіне қарай жеке сөйлем мүшесі бола алмайды. Шылау сөздер түрленбейді, басқа сөз таптарынан жұрнақ арқылы жасалмайды. Олар лексикалық мағынасының айырылу негізінде қалыптасқан көмекші сөздер. Демек, осыдан біз шылаудың сөз табы ретінде қандай ұстанымдарға негізделетінін көрсек болады. Шылаулардың өзіне тән лексикалық мағынасы болмағанымен, оның грамматикалық мағынасы бар. Ол грамматикалық мағынасы күшейту, шектеу, тежеу, қомсыну, менсінбеу деген секілді түрлі мағыналар. Демек, біріншіден семантикалық принципке жауап бере алатын өзіне тән семантикасы бар сөз табы. Ал шылаулар түрленбейді, оның өзіне тән қосымшалары болмайтындықтан ол морфологиялық принципке жауап бере алмайды. Сондай-ақ шылаулар сөйлем ішінде жеке дара қолданылмайтындықтан, басқа сөздердің жетегінде жұмсалатындықтан өзіне тән қызметі де жоқ. Демек, шылаулар сөз табы ретінде тек семантикалық принципке жауап береді. Сонымен қатар сөз тобы ретінде біз оны көмекші сөздер тобына қосамыз, себебі оның лексикалық мағынасы жоқ. Жалғаулық шылаулар. Жалғаулық шылаулар деп лексикалық мағынасы жоқ, сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді әртүрлі ыңғайда салаластыра байланыстыратын сөздерді айтамыз. Құлақтан кіріп бойды алар, жақсы ән мен тәтті күй дегенде, ән мен күй деген сөздерді байланыстырып тұрған мен деген жалғаулық шылау. Қадырдың киімі жұқа, әрі денсаулығы да мықты емес. Әрі деген шылау екі жай сөйлемді байланыстырып тұр. Демек, жалғаулық шылаулар сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді тең дәрежеде салаластыра байланыстырады деген сөз. Жалғаулық шылаулардың мынандай мағыналық түрлері бар. Бірінші, ыңғайластық мағына береді. Мен, бен, және, да, де, әрі дегендер. Қарсылықты мағына береді. Бірақ, алайда, дегенмен, әйтпесе, сонда да, әйткенмен. Талғаулықты әлде, біресе, не, немесе, болмаса, я, яки, кейде. Себеп салдарлық мағына береді. Себебі, өйткені, неге десең, сондықтан, сол себепті, себебі, өйткені. Шартты жалғаулықтар егер, егерде, онда деген секілді. Демек, осы мағыналық топтары олардың жалғаулық шылаулардың семантикасын білдіреді деген сөз. Екінші, септеулік шылаулар сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Бірақ бұл шылаулардың жалғаулықтан ерекшелігі, жалғаулық шылаулар салаластыра тең дәрежеде байланыстырса, септеуліктер бірін екіншісіне бағындыра, яғни сабақтастыра байланыстырады да өзінің алдындағы сөздің белгілі тұлғада тұруын талап етеді. Сөйтіп түрлі грамматикалық мағыналарды береді. Септеулік шылаулар өзінің алдында белгілі сөздің белгілі тұлғада тұруын қажет етеді. Септеуліктермен тіркесетін сөздер, сөздің түбірі, негіз тұлғалы сөзбен тіркесетін септеуліктер үшін, сайын, сияқты, секілді, тәрізді, туралы, турасында. Бұл септеуліктерге байланысты мектеп оқулықтарында және ғылыми грамматикаларда қате жаңсақ айтылып жүрген бір пікір бар. Бұл шылаулар атау септіктегі сөзбен тіркеседі деген пікір. Ол дұрыс емес. Себебі
Бұл шылаулар атау септіктегі сөздермен емес, түбір тұлғадағы сөздермен тіркеседі. Мәселен, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дегенде, ермек сөзі атау септіктегі сөз емес, себебі ол сөйлем бастаушы бола алмайды. Не үшін деп шылаумен бірге бір сұраққа жауап беріп, сөйлемнің пысықтаушы қызметін атқарып тұр. Ал бұл сөйлемдегі атау септіктегі сөз бастаушы болып тұрған мен сөзі. Сондықтан септеуліктер ешқандай септеулік атау септіктегі сөзбен тіркеспейді, түбір немесе негіз тұлғадағы сөзбен тіркеседі. Бұл септеуліктердің бір қатары тәуелдік жалғауының көне тұлғасындағы тұлғасымен келген. Мысалы, турасы, бойы, жайы, бірақ бұларды біз әрине қазір тәуелдік жалғау деп танымаймыз, себебі ол өзінің мағынасынан айырылып қалған. Ал енді бұл септеуліктер неге тәуелдік жалғауында тұр дейтін болсақ, оның тарихи себебі бар. Тарихи тұрғыдан алғанда көптеген септеуліктер ілік септіктегі сөзбен тіркескен. Оған мына 20 ғасырдың басындағы баспасөзде көп қолданылған, немесе кітаби стильде көп кездесетін менің үшін, сенің үшін, оның үшін деген секілді мысалдарды дәлелге алуға болады. Септеулік шылаулар қандай септіктермен тіркеседі дегенде, біріншіден бар септіктегі сөздермен тіркеседі. Мысалы, үйге дейін, үйге шейін, күзге таман, жазға қарай, күзгі салым деген сияқты, жүзге жоқ дегенде басқа бар септіктегі сөздерді алдында тұруын қажет етіп тұрады. Екінші, шығыс септіктегі сөздермен тіркесетін септеуліктер кейін, соң, гөрі, бері, бұрын, әрі, бетер деген секілді. Мысалы, жұмыстан кейін, сабақтан соң, қыстан гөрі деген секілді. Үшінші, көмектес септіктегі сөздермен тіркесетін шылаулар бар. Олар бірге, қатар, қабат деген секілді сөздер. Демек, септеулік шылаулар көлемдік септіктермен, оның ішінде барыс, шығыс және көмектес септіктерменен тіркесіп қолданылады. Келесі шылаулардың түрі демеулік шылаулар. Бұлар өзінің жетегінде тұрған сөздерге түрлі грамматикалық мағына, реңк үстейді, бірақ сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыра алмайды. Оның түрлері сұраулық, яғни сұраулық мағына беретін демеулік шылаулар, маме, бабе, ше деген, күшейтпелі, ақ, ай, ау, әсіресе, дади, тати, шектеу, тежеу мәні, ғана, тек, ақ, болжалдық, мыс, ау дегендер, болымсыздық, қарсы мәнді, салыстыру, түгіл, тұрсын, тұрма, құрылым, нақтылау, қой, ғой, д, т, қомсыну мәнді демеуліктер. Екеш, мысалға, құс, екеш, құста баласын сүйеді десек, қомсыну, менсінбеу мәнін беріп тұрған демеулік шылау. Демек, әрбір шылаудың өзіне тән семантикасы, яғни беретін мағынасы бар деген сөз. Сонымен шылаулардың үш түрін көрсетеміз: жалғаулық, септеулік, демеулік. Бұлардың ішінде жалғаулық пен септеулік бір-біріне ұқсайды, себебі екеуі де сөз бен сөзді байланыстырады. Сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Ал айырмашылығы, жалғаулықтар салаластыра байланыстырса, септеуліктер сабақтастыра байланыстырады. Ал бұл екі түрінен демеуліктің ерекшелігі ешқандай да байланыстыруға қатыспайды, тек қана қосымша грамматикалық мағыналар үстейді. Шылаулар осы жағынан ерекшеленеді. Шылау туралы мәліметтерді қазақ тілінің грамматикасынан, Ахмет Исқақовтың қазір қазақ тілі оқулығынан, Рақыш Әмірдің қазақ тіліндегі жалғаулықтар деген еңбегінен, орысша жазылған Исенгалиеваның сложенные имена и послеология в казахском языке деген еңбектен, Кенжебаеваның шылау сөздер деген еңбегінен және қазақ тілі энциклопедиясынан, қазақ грамматикасынан, тағы басқа еңбектерден қарап білуге болады. Назарларыңызға